Сәлем народ, қалайсыздар? Бұл видеода мен сіздерге түсірген, яғни Каспий магазинге сіздер салғыларыңыз келіп отырған, жалпы ол үшін емес, кез келген мақсатта қолданатын болсаңыздар, белгілі бір фотода, яғни фонды, артқы фонды алып тастауды көрсететін боламын. Оның бірінші тәсілі мінекей Canva қосымшасы арқылы. Бұл қосымша ақылы, яғни 3800 теңге төлейсіздер айына. Бұл жерде тек қана фон алып тастау емес, мүмкіндігі өте көп. Көріп тұрғандай социальные сети, презентация, видео, маркетинг, офис, жалпы көп инфографика, фотоколлажи, фоны рабочего стола, мүмкіндігі өте көп. Егер мүмкіндіктеріңіз болса, сатып алып жұмыс жасасаңыздар болады. Ол бірінші момент. Екінші момент, мұнда жаңағы не істеуге болады? Логотип, этикетка деген сияқты сіздерге енді керек қой, магазинге жұмыс жасайтын болсаңыздар, Каспий магазинге жұмыс жасайтын болсаңыздар, жалпы маркетплейстер жұмыс жасайтын болсаңыздар, сол жағынан плюс үлкен. Фотоны алып тастайық, яғни плюс батырмасын басайық, редактивті фото батырмасын басамыз, белгілі бір фотоны таңдаймыз. Мен уже істеп қойғам, тағы да сіздерге көрсетемін. Мінекей басқа фотография таңдайық, мысалы мына дегді басамыз, қазір ашылады. Создать батырмасын басасыздар. Он так грузится немножко долго, бірақ бұл качество жақсы алып тастайды, прям көресіздер қазір. И міне қайтадан үстінен басасыздар. Астына шығады, мына эффекті деген батырма қара болып тұр. Осыны басқан кезде міне шығып тұр, бірінші эффект удаление фона деп тұр. Осы батырманы басқан кезде қазір мынау фонның бәрі жоғалып кетеді, тек қана сумка қалады ғой, получается. И то, что нам нужно как раз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай сумка ғана қалды, қалған фонның барлығы жоқ. И осында міне скачать батырмасын басасыздар, и все скачивается. Бұл бірінші метод. Яғни бұл платный метод. Енді бесплатный методты көреміз. Ол үшін поисқа кіреміз. Негізінен ашылып тұр, мен қайтадан ашамын. Жазасыздар мына поисқа. Убрать фон на фото міне. Шығып тұр сразу поискпен. Давайте екіншісіне кірейік, да, мысалға. Кіреміз. Можно сразу фотоға түсіруге, либо загрузить готовый фото. Сіздерден готовый фото болғаннан кейін таңдайсыздар готовый деп. Файла дейсіздер, мінекей мына жерден кез келген жаңағы бір фотоларды таңдайсыздар. Міне біріншісін тағы таңдайық, мысалға былай, да. Загрузка болып жатыр. Бұл бесплатный методтары. Бірақ кейбір сайттар болады, там водяной знактар қалып қалады, соны қараңыздар. Без водяного знака должно быть. Өйткені олар мынандай әшейін көрсетеді, осылай істеуге болады деген сияқты қылып. На самом деле это платный. Именно көрдіңіздер, фон алып тастады. И можно сразу астында мына жерге мында выбрать фон. Такой фон поставить. Мысалғаша. И там басқаша дегендей. Біз таңдаймыз сразу ақ фон, потому что бізге керек ақ. Мынаны размерін үлкейтіп алыңыздар, сразу келтіріп былай. Келді, именно скачать батырмасын басасыздар. Все, скачан файл. Оның барлығы тұр, бізде қазір мінекей галереяға кіреміз. Фотоға кірген кездерінде міне галерея шығып тұр сразу. Міне. Все, болды, осылай мы убираем фон по телефону. Компьютермен тоже оңай. Оны мен көрсету қажет жоқ деп ойлаймын. Осылай поисқа жазып оңай жасасаңыздар болады. Бірақ белгілі бір приложение арқылы, сайт арқылы, немесе Canva қосымшасын сатып алсаңыздар болады. Все, давайте пока.